Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Мен бүгін сіздерге «Как приручить дракона» мультфильмінің 3-ші бөлімін қысқаша айтып беретін болам. Ал егер де 1-ші және 2-ші сериясын көрмеген болсаңыз, сілтемесін описаниеге немесе комментарийге қалдырып кететін боламын. Ал мен әдеттегідей арнаны қолдап, пікір қалдырып жүрген достарыма алғысымды айтам. Егер де жолдан қосылған көрермен болсаңыз, арнаға тіркеліп, бейнені достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Демоны повсюду! Конец света! Фильмнің басында Иккинг өзінің шабандос достарымен бірге Драго Блудфист армиясын басқарған әскери басшылардың кемелеріне шабуыл жасайды. Осы жерде көптеген айдаһар аулаушылармен шайқасып, ақырында жеңіп, көптеген айдаһарларды бостандыққа шығарды. Иккинг Олухтың басшысы бола отырып, аралды қалпына келтірді және ақыры өзінің арманына жетті. Яғни адамдар мен айдаһарлар үшін тамаша әлем құрды. Алайда уақыт өте келе бұл аралдың айдаһарларымен толып кетуіне әкелді. Ал аралдың өзі сырттағы адамдарға, соның ішінде аңшыларға көбірек танымал бола бастады. Баланың әкесінің досы Плевака осымен аралға айдаһарларды тасуыңды доғар дейді. Себебі бұл жақсылыққа әкелмейді дейді. Ал Иккинг болса, онда тұрған ештеңе жоқ. Біздің түнгі қаһар, яғни қызыл иек барлығын басқара алады дейді. Көп ұзамай қорқынышты Гриммел деген аңшы әскери басшылар базасына келді. Бұл айлакер аңшының әккілігі сонша, осыған дейінгі түнгі фуриялардың барлығын дерлік жойып жіберген. Осы кезде әскери қолбасшы Иккингтің өздеріндегі бүткіл айдаһарларды босатып алып кетіп жатқанын айтты. Сөйтіп Гриммелге сол айдаһарларымызды қайтаруға көмектесші дейді. Сонда Гриммел бұл ұсынысқа қарсы болды. Және мен ешқандай да айдаһарларды қайтармаймын. Мен алдына шыққан айдаһарларды тек қана өлтіріп тастаймын дейді. Сонда әскери қолбасшы Гриммелге Олух аралындағы айдаһардың барлығын түнгі фурия басқарады дегенде, Гриммел дереу келісті. Себебі ол түнгі фурияларды өлтіргенді жақсы көреді. Сонымен қатар әскери басшыларда түнгі фурияның ұрғашы түрі күндізгі фурия деген айдаһар бар екен. Ендігі әскери басшылардың жоспары бойынша күндізгі фурияны пайдаланып, түнгі фурияны өздеріне қаратпақшы. Егер де түнгі фурияны өздеріне қарататын болса, сол түнгі фурия барлық айдаһарларды өздеріне алып келеді деген ойда. Иккинг бала кезін есіне алады. Бала кезінде әкесі айдаһарлардың жасырын әлеміне кіретін сарқырама туралы және теңізшілер туралы аңыздарды айтып берген болатын. Енді бала әкесінің осы сөздерін есіне алып, айдаһарларды аңшылардан құтқару үшін жасырын әлемге алып баруды шешті. Алайда бір өкініштісі, бұндай әлем шынымен де бар ма әлде жоқ па, оны ешкім білмейді. Және Иккинг те сол бір жасырын әлемнің қайда орналасқанын білмейді. Ал кейін дәл осы әңгімесін Астридке айтады. Осы кезде түнгі фурия бірдеңе сезгендей болып, орманға қарай секіріп кетті. Орманды аралап жүріп, дәл өзіне ұқсайтын күндізгі фурияны көреді. Алғаш болып көргеннің өзінде түнгі фурия күндізгі фурияға бірден ғашық болды. Бұлардың ізінен Иккинг пен Астрид бақылап тұрғанда, күндізгі фурия қорыққаннан оларға қарай оқ жаудырды. Ал біздің түнгі фурия Иккинг пен Астридті қорғағысы келгенде, күндізгі фурия ұшып кетеді. Және оның бір қасиеті көзден ғайып бола алады екен. Келесі күні түнгі фурия басқа жұп айдаһарларын көріп қатты қызығады. Ал бұны байқаған Иккинг өзінің айдаһарымен бірге күндізгі фурияны іздеуге шығамын деп шешті. Осылайша орманда жүргенде Иккинг айдаһар тұзағымен уланған дартты тауып алады. Және бір нәрседен секем алып, қолындағы ағашты лақтырған кезде айдаһарды аулайтын қақпанды да тауып алады. Кейін Иккинг үйге оралғанда, Эрет оның қолындағы дартты көріп, маған бұл зат таныс, бұл Гриммел деген ең қауіпті аңшының дарты болу керек дейді. Және ол айдаһарды аулау үшін қайтадан келетінін айтты. Түнде Иккинг жасырын әлемді көрсететін картаны табу үшін әкесінің кітапшаларын ашады. Дәл осы кезде Гриммел келді және дереу түнгі фурияны атып ұйықтатып тастады. Сонда Гриммел, мен түнгі фурияларды жек көремін және сенің айдаһарыңнан басқа түнгі фуриялардың барлығын өлтіріп тастағанмын дейді. Кейін ол балаға айдаһарыңды маған бер деп талап етті. Әйтпесе Иккингке саған қымбат нәрсенің барлығын жойып жіберем деп қорқытады. Сөйтсе Иккинг те Гриммелдің келетінін біліп, оған дайындалған екен. Және айдаһар шабандоздарының барлығы жан-жағынан Гриммелді қоршап алды. Сонда Гриммел ысқырып, өзінің айдаһарларын көмекке шақырды. Үйдің іші отқа оранды. Ақырында Гриммел өзінің айдаһарларымен бірге қашып кетеді. Осыдан кейін Олух аралындағы викингтердің барлығы үлкен жиналыс жасайды. Жиналыста Иккинг, біздің бұл жерде қалуымыз өте қауіпті. Сол үшін де Олухты тастап, жасырын аралды тауып сол жерге барайық дейді. Әрине викингтер бұған қарсы болды. Біз қалайша Олухты тастап кетеміз және сен айтып отырған жасырын аралдың бар екендігінде нақты білмейміз ғой дейді. Сонда Иккинг, Олух дегеніміз жай аралдың аты емес. Біз барлығымыз қай жерде болсақ, сол жер Олух болмақ деп қанатты сөздермен барлығын өзіне қаратты.
Осылайша олуқтағы викингтердің барлығы үйлерін тастап айдаһарлармен бірге батысқа қарай бет алды. Ұзақ жолдан кейін олар жаңа ауыл құру үшін қолайлы бір аралға тоқтайды. Бірақ та бұл арал өздері іздеген жасырын арал емес еді. Түннің ортасында аралда жүрген түнгі фурия өзінің ғашығы күндізгі фурияны кезіктіреді. Ал бұны сыртынан бақылап отырған икинг те өзінің айдаһарына сұлу қызды сындыру үшін неше түрлі қылықтарды жасауға көмектеседі. Осыдан кейін түнгі фурия аузына ағашты қыстырып, күндізгі фурияның суретін салып береді. Және айдаһардың бұл өнері күндізгі фурияға ұнап қалды. Ал таңертең күндізгі фурия аспанға ұшып кетеді. Біздің айдаһар да оның ізінен ерейін десе, құйрығының жартысы болмағандықтан өздігінен ұша алмады. Ал бұны сыртынан бақылап отырған икинг өзінің айдаһары емін-еркін ұша алу үшін құйрығының екінші жартысын қолдан жасап бермекші. Осылайша біздің жігіт түнімен ұйықтамай, өртенбейтін материалмен айдаһарға құйрығының екінші жартысын жасап берді. Сөйтіп түнгі фурия күндізгі фурияны іздеуге кетті. Осы кезде икингтің анасы Валка келген жағын қайтадан барлауға шыққанда көптеген кемені көреді. Және айдаһар аулаушы аңшылар өздерінің ізінен аңдып келе жатқанын білді. Аспанды шарлап жүрген қызыл иек жоқтан пайда болған күндізгі фурияны көреді. Және күндізгі фурия қызыл иекке көзден қалай ғайып болу керектігін үйретті. Алғашында түнгі фурияның қолынан келмеді. Бірақ та кейін әрең дегенде оны да үйреніп алды. Осылайша айдаһарлар бір-біріне ғашық бола бастады. Валка қайтадан аралға оралып, айдаһар алушылардың көптеген әскермен келе жатқанын айтты. Ал икинг достарымен бірге ескі әскери қолбасшылар бекінісіне шабуыл жасауды шешті. Алайда мұнда жеткенде оларды Гриммел күтіп алды. Және өзінің айдаһарларымен бірге балаларға шабуыл жасады. Зұлым айдаһарлары бекіністің ішін өртке орады. Ал жоғарыға қарай ұшып шығайын десе, бекіністің жоғарысы темір тормен қапталған. Сонда Валканың айдаһары келіп, темір торды көтеріп, балалардың барлығы шаққа дегенде құтылды. Алайда бір өкініштісі, Забияка осы жерде қалып қойған. Вечно он таскает за собой эту мелюзгу. Балалар Забияканың тұтқында қалғанын аралға оралғанда бірақ білді. Осы кезде викингтердің біреуі түнгі фурия өзіне жұп тауып алды. Ол енді сенің қасынан келмеді дегенде икингтің көңіл күйі түсіп кетті. Сонда бұны байқаған Астрид икингтің қасына айдаһарымен келіп, артыма отыр, біз түнгі фурияны тауып аламыз дейді. Ал мұнда тұтқынға түскен Забияканың аузы бір жабылар емес. Оның таусылмас мылжың әңгімелерінен Гриммел қатты ашуланды және жүйкесі жұқарып, қызды айдаһарымен бірге босатып жіберді. Ал икинг мен Астрид теңіздің қақ ортасынан өздері іздеген сарқыраманы тапты. Және сарқыраманың ішіне кіргенде кристалдары бар жер асты үңгіріне ұшты. Мұнда олар барлық тірі айдаһарлар түнгі фурия мен күндізгі фурияны өздерінің патшасы мен патшайымы ретінде танитын жасырын әлемді ашады. Көп ұзамай икинг мен Астридті жабайы айдаһарлар байқап, оларға қарай шабуыл жасайды. Сонда түнгі фурия Грамгилді айдаһарымен бірге шабандоздарды құтқарып, оларды викингтердің аралына қайтаруға мәжбүр болды. Сөйтіп қараса, олардың арттарынан күндізгі фурия да еріп келген екен. Күтпеген жерден балапан айдаһарға мініп, Забияка келді. Оны Гриммел өздерін әдейі аралға алып бару үшін әдейі жіберген екен. Сөйтіп ізінен келген Гриммел алдымен күндізгі фурияны атып ұйықтатады. Ал оған көмекке жүгіріп барған түнгі фурияны да ұйықтатып тастайды. Сонда осында жүрген басқа айдаһарлар Гриммелді армиясымен бірге жоқ қылуға дайын болды. Бірақ та Гриммел түнгі фурияның көшбасшылығын пайдаланып, оған басқа айдаһарларды тоқтатып бұйырды. Әйтпесе, күндізгі фурияны өлтіріп тастаймын деп қорқытады. Сонымен қатар осындағы басқа айдаһарларды да түнгі фурияның арқасында өздерімен бірге ертіп әкетті. Айдаһар аңшылары барлық айдаһарларды торға қамауда. Ал айдаһар шабандоздары қастарында айдаһар болмаса да, өздерінің ұша алатын қанатты киімдерін киіп, кемеге шабуыл жасады. Бұны байқаған Гриммел дереу түнгі фурияны өлтіргісі келді. Бірақ та айдаһар басын босатып, Гриммелдің өзіне шабуыл жасады. Гриммел күндізгі айдаһардың үстіне мініп алды. Ал икинг болса түнгі айдаһарды босатып, онымен бірге Гриммелге шабуыл жасады. Шабандоз балалар аңшылармен төбелесіп, көптеген айдаһарды бостандыққа шығарды. Икинг Гриммелдің ізінен қуып келе жатқанда, Гриммелдің екі жауыз айдаһары артынан келеді. Сонда түнгі фурия екеуін де шашып тастады. Ал кейін ізінен тағы да 4 айдаһар келеді. Төртеуі төрт жақтан түнгі фурияны қыспаққа алғанда, фурия өзінің плазмалық күшін қосып, найзағай тоқтарымен төртеуін төрт жаққа жарып жіберді. Осыдан кейін икинг күндізгі фурияны құтқару үшін түнгі фурияның үстінен секіреді. Бірақ та Гриммел өзінің улы дартын түнгі фурияға атып үлгерді.
Икинг күндізгі айдаһарды ұстап тұр, бірақ та Гриммел де Икингке жабысып алған. Сонда Икинг күндізгі Фурияға қызыл иекті құтқар деп өзінің денесін жерге қарай тастай салды. Күндізгі Фурия түнгі Фурияны құтқарып алды, бірақ та Икинг пен Гриммел екеуі жерге қарай құлап келе жатыр. Бақытына орай соңғы сәтте күндізгі Фурия қайтып оралып Икингті құтқарып алды. Осылайша викингтер мен айдаһарлар жеңіске жетті. Енді Икинг барлық айдаһарлардың жасырын әлемде жақсы өмір сүретінін түсінеді. Өйткені жер бетінде зұлым адамдар өте көп, және айдаһардың жер бетінде қалуы ол өте қауіпті. Осылайша викингтердің барлығы өздерінің айдаһарларымен қоштасып, барлығын жасырын әлемге қарай шығарып салды. Біраз уақыттан кейін викингтер өздеріне арнап жаңа ауыл құрды, және біздің басты кейіпкер Икинг пен Астрид екеуі үйленді. Біздің Икинг патша болса, Астрид патшайым болды. Арада тағы да бірнеше жыл өтті. Енді Икинг пен Астридтің екі баласы бар. Олар отбасымен бірге жасырын әлемнің шекарасына кемемен саяхаттап, жартаста жатқан қызыл иек пен күндізгі Фурияны көреді, және қастарында олардың да балалары бар екен. Алғашында қызыл иек оларды өте суық көзқарасымен қарсы алды. Бірақ та Икингті танығаннан кейін дереу екеуі ойнай түсті. Сөйтіп Икинг өзінің балаларын түнгі Фурияның үстіне мінгізіп, әлемді тағы да бір шарлап шықты. Осылайша мультфильм аяқталады. Достар, бейне ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетейікші. Ал келесі видеоларымды бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қойыңыз.